Бұл больницаны айтса білбейді. Мама кейіп десе моментально тағып келеді. Құрсағы тоқ бола, киімі бүтін бола. Бұл оқымайды. Да нет деген сөзді білбей келіп, азыр кем болдым деп. Емшегіні қолымды жылытып отыр. Бақырып өкі арыздан шемес. Тишім, бір тишім тишелек, 93 болған. Өзіңізді көй тишілер? Бүт өзім көй. Bir gün enem esimden çıkan gün bolacak. Kempirim 91'de var. Ben tiyişem, bayılgerkilerdi başlayayım. Bir gün çıkmaydı. Borum orup, yanında oturup kaldım da. Hormаттуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Кыргыз эл баатыры Мамбет Мамакеевич менен майык болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Алгач сизди ушул ийгилигиңиз менен куттуктап алалы. Рахмат. Гиннес рекорддор китебине кирем деп ойлодуңуз беле? Ал эмес. Мен те врач болушту, эптебеле врач болсам деп илгери тилегим ошо. Илгери. Анан баягы иштегенден, иш ийгилик жүргөн сайын улам адам илгери үмүт кылат экен. Врач болгондон кийин, андан жок, кандидат болсам деп. Андан доктор болсам деп. Ушу адам мындай эми ийгилиги болсо, ойлой берет экен. А бұл ЮНЕСКО менің ойымда жоқ болшы. ЮНЕСКО деген бұл международный Англияда болады екен, мұны көптілі түшінші емес мен. Анан бұл мир бойынша, менімше хирургтардан бірінші мен. Себебі хирургтар 60-тан өткенден операция жасай албайды. Баяғы жылы Германияға барып қалдық, бір 7-8 анда 84 делем. Жаңқы Сабыр Жұмабек деген министр, ошо барып қалып ішпайын, министр принимает ет Германиян. Главный хирург, профессор 65-те киши екен. Анан Сабыр таныштырды, биздин аксакал, герой, академик, до сих пор оперирует. А хирург кыргып тур, как оперирует деп. Вот так оперирует. Ал айтты, bizde 60-тан өткен ош жасабайды. Мен деле билем аны, 60-та өткен жасабайды. Эмне үчүн? 60-тан өткөндөн кийин кичине көз начарлайт, кулагы начарлайт. Анан бу мээси, склероз деп коебуз, мээси начарлай баштайт. Главный колу калчылдай баштайт. Ошон үчүн 60-тан өткөндөн кийин хирургияга жасашпайт да. Мен Кудай таалам бир жардам бердиби, же толгондан ушундай болуп калдыбы. Менде ушул признактар жок. Кудай жалгап колум калчылдай элек, көрдүңөр бүгүн. Анан мен склероз, бая кыргыздар алжыды деп коет. Анын белгиси жок. Операцияда мен чарчап көргөн эмесмин. Эч чарчабайм. Организм особый. Температурам 36-га жетпейт. Давлением 90-60-тан ашкан жок. Ушунга чейин мен эртең менен 2 саат, кечинде 1 саат. Болгон физиологияны бүт жасайм. Эми возраст все равно берет. Тиже бел. Көбүрөөк турсам, бассам беспокоить ете баштады. Тишим, бир тишим тишелек, 93 болгон. Өзүңүздүкү тишилер? Бүт өзүмкү. Воврек каптан парадентез деп коет, эти качып кеткенде. Ысык, муздак сем. Ошончо каптатып койгомда. А так бүт. Мен тишим ошо ыраазы болгонмуш. Бугулакка мен ыраазым деп. Карганда айтып калат биз, кулакты көздү Кудай алды. Жок. Ушу жашка чейин бугулак өзүнүн милдетин 500% аткарды. Эмнелерди укпаган кулак. Жаңкы тил дегени а кийинчерээк эмне деген кулак, эмне деген жакшы сөздөрдү укпады деп. Көздү да барыңыз. 68 жыл иштептирим мен. Хирург болуп. Ушул 68 жылдын ичинде 30 миңден ашык операция жасаптырмын. Мавреке, спирт. Вообще, он полностью стерильный болуш керек. Келе, перчатка. Қолды жуып келе. Стерильный перчатка киюш. Эмбер келе. Эми операцияны көрбөйсүң. Эки помощник, анестезиолог врач, операционный сестра,
анестезист 6 киш участок етеміз. Бұл көздер жақсы істемей қалғанда таш пайда болады, таш келіп мына өт жүрсітігі ол жерге тығылады да, от тығылғанда анан приступ болады. Жоқ, керек жоқ. Азыр мен өзімден 15 доктор, 30-дан ашық кандидат науығым бар. Кандидат науығым бар. Мен ардайым өзімді премьер қыламын. Премьерді башқа жақтан іздемеймін мен. 46 жылы келгенде, мен бала шағым шындай страшный, трудный уақыт өтіп қалды. Аның бетін арғылын сілер аны білбейсіңер, ұрыш уағын. Ұрыш башталғанда мен 14-те болшым. Ошондан тартып айылда, алысқы керек еташ деген айылда еркек жоқ. Тыңырақ еркектің барып бүт армияға кетті. Авышқа кемпір, балдар қалдық. 14 жашыма мен жұмышқа қатыдым да. Жұмышқа қатыдым. Колхоздың жұмыс, үйдің жұмыс, анан оқу ателе бар. Оптап оқыдық да. Ошол менде привычка жақсы жері, ушу бала шағыман. Сен тұр, сен бас, сен мұны жаса дегенді мен ешкімден оққан жоқпын. Ошончу мен воспитание көп түшінбеймін. Воспитаниеден билбеймін мен. Ешкім воспитание қылып көрген емес. Ошондан өзімден бірдемені баштасам мен аяғына шықпайынша жаным тынбайды. Ошо Құдай жала ошол привычкам қалған. Ушунга чейин ошол сакталып қалды. Келгенде бала шағым қиын уақыт дебедім, 46 жылы 10-шыны бүтті деген нағам кейін түшіндім. Айылда манда башқаны түшінбейбіз, ошол мұғалімдерді бізге авторитет болшы. Мен китеп, ситеп, черниланамына көрген емеспін. Орыс тіл деген болған жоқ, орыс учитель жоқ, орысты көрген жоқпыз. Ошо медиумсқа мен келгенде данет деген екі сөзді білшімесмін. Келгенде ошо кыргыздар бір тәуелі чоғылдық, анда мақсат, бая қойған мақсат, айылда тұрмыштығы доктор дегенді ұққан емеспіз. Дары-дәрмекті ұққан емеспіз. Болғаны молда бақша, бір ауышқалар тамырды қармап бірдемедечі, башқа іштігі. Ошо мен ошо қиыншылық, өліп, қиыналып атқандарды көріп, бала шағымды ойлашым. Қантып ұшыларға жардам болшы керек. Доктор болады деген доққам. Доктор болсам деген мышлене ойым бар болшы. Onun için bütkende şol medistan bir mayor vardı, agetas жүргізіп. Сразу эле мен барам дедим. 10 бала büttük, мен жалгыз келдим. Келгенде, жаңа Каракол Прижевалскийге машина деген жоқ денди. Пассажир жоқ. Жаңа автостанцияға 3 күні ташта жаттық, жоқ машина. Bir müşek talkanım var ошон менен. Аны 3-ші күні bir полуторка машина келди, толтыра киш салган. Айтты, анда бензин заправка жоқ, почка. Шоупыранда орыстар да жалаң. Ошо почканын үсті бош, отырсаң алам деді. Мен сөйлебейсің деді. Почканын үстіне мүшегім қоймаша, чындырын қарма алып, ушуған чейін почканын үстінде келдім, жырғап келеді. Анан келгенде мединусқа келіп, мединус сразу алды. Опшыт берді, 2 ярус, 40 бала bir комната жаздық. Анан баяғы самандан матрас, одеял, шейшеп жаздық берді. Андай төшеншігі мен жатып көрген емеспін. Жырғап әлі қалдық. Ал уақыт ең қиын, дағы жаман жері. Хлебный карточка. 48 жылға шейін хлебный карточка болды. Күніге 500 граммнан анда башқа ештеңе жоқ. Ушуна очырақта тұрып алыпсыз. Оқыш ток орысша, латынша. Bir kırgız врач сестра деген жоқ. Күніге келіп ұқтап әлі отырып түшінбейбіз ештік. 1,5 ай отырдық. Оқып әлі бізде әрекет қылады оқысында, врач жоқ та. 1,5 айдан үше примерно 150-дей бала çoğaltқан Қырғызстан. Ошондан жарымы қашып кетті. Ашқа түшінбейді. Анан айла кетіп бізде кемне қылабыз деп. Ошонда ұқтық Ақымбаев деген бар Қырғыз деп. Ошон издеп 3-4 барды, ошонда датчан жаш киши экен. Ошоған барыздандык, жакшы сүйлөштүбүз менен агышты акыл айтты. Мына көрүп атасыңар, Кыргызга кадр жок, врач деген жок, менден башка жок. Чыдагыла.
Ағай біз шыдайлы, не болса оқуйлы деген мақсатымыз бар. Бірақ ештеңе білмейміз. Уқытап өлі отырамыз, ашқа. Емне ойыңар бар. Мен башынан ұшы ашықмын да, емне көрсем, білсем сыразы. Мен айттым, мен 10 жыл болса да мен оқимын дедім. Мен сұрайым, бір жыл біз даярласын. О, идея деді. Ертең жауын берейін деп алғышы. Анда правительствомен сөйлеш керек. Барып ертесі келді, даярлау курсына рұқсат берді, киім қалада түшкіледі. 75 бал алына түштік. Bir жыл химия, физика, биология үшеуін оқытты. Орыс тіл. Біз оқығанда 5 жыл болды. Подготовительный 6 жыл оқып қалдықты. Ошол запас жоқты. 3-ші курсқа шейін түшінбейміз. Анда мындай условия жоқты. Учебный комната намна жоқ, су, батарея жоқ. Ошы Қайсерде свет біз таң атқыша отыршыз. Тамаға іште жаңы талқан 500 грамм андамашқы іштіге жоқ. Ошан жүріп, 3-ші курс бүттік, бая ешімен қалбайды бол. Экзамен бағанда бүтеле мұғалімдер, орыс, еврейлер. Дополнительный сұрасы моментально жоқты. Кеде мен бая ашық жаным, bir стран целиком жаттап алышыз. А немне екенін түсінбеймін. Дополнительный сұрасы мен, подождите, я закончу депті. Ошан жүріп, бүттікті. Бүткенде Ақынбаев директор болып қалды. Бөліштіріп, мен шыл бұл кафедра госпитальный хирург деп қойды, республиканікі болшы. Ошоған ординатураға қалдым да. Фридман деген еврей екен запқа. 3 жыл ординатурадан бүттім. Анан аспирантураны, анан защайт еттім. Анан ассистент, доцент, доктор, анан профессор. 30 жыл доктор. Ошол кафедра, зап кафедра болдым. 20 жыл мұны ашқанда мен доктор болғаннан. 20 жыл улуттық хирург болып Ақаевтың уағында ашылды. Бұған директор болдым мен. Директор болдым 20 жыл. Мына 6 жыл болды. Мен азыр почетный директор бұл жерде. Мен директорым азыр менің оğlum Қанат Мамбетов, алда профессор. Мен көргенді мен айтып olsam 5 күн жетпейді. Мен көрген азапты никому не дай Бог. Қанша оскорбление, унижение, мені жоғатам дегені страшно көп болған. Анан Құдай жалғап, ұшының барын жеңдім де. Себебім не де? Бізде хирургияда, мен азыр өзім балдарым айтам, хирургияда башы менен қолы соответствиеш керек. Тілдің керегі жоқ. Мана сәлсілер келгенде мен тіл түшіндірдім де. Атақ киргенден шыққыча абсолют шықпай жасауға болады. Башың менен қолың. Ошон үшін мен Құдай талам, мен де қолдаған Құдай талам болуш керек. Мен өттік кедей семья, жоқ шыншалық нашар болчубуз да. Ағай, айтып отпайсызбы? Мени жоқ қылам дегендер болды депчи. Эмне сиздин ошончолук душманыңыз көп беле? Мен эмне душман? Келгенден 7 ассистент, доцент, еврей, орыс қатындар. Эмне кылганым? Мени тап-такыр тил дегенден башка ештеңе жоктур. Дорог, грубый, нахальный, невоспитанный, необразованный. Муну постоянно. Мунун баары менде бар болчунда. Аны мен мойнум алам. Кийин мен кандидат болуп, доцент болуп, ошонун барлыгы жоголду. Өзү эле. Мен дагы айтам, ушу мени мен тилимен, характеримен болсо, чак жоготот, соттойт болчу. Ушу колуман, башыман кармай албай калды. Операция башынан жакшы кетти. Айтып атпайм, 30 миңдик операция. Ошол советте мен жасаган Усувалиев, Кошоев, Колматов, это самый Конду Чалва, тетик чоңда бүтшілерін бар мен операция. Айтматын шайтан балдары енелерін бар. Ошолардың барлығын Құдай жалғап, жақшы кетті. Анан Ақаев келді, Ақаев ученый оқымыш кішілі операция қатышты жәсілерде. Қатышып айтты, Мамбет қорқшылы тоғық соған жерден. Қорқыңыз дедім, телевизияда қарап тұрасыз, жаңқылы. Бүт келген, қарап бүйтіп, жөн елеседі, Мамбет. Я считал до сих пор самой точная наука физика, математика.
yaşıp, оказывается, точно наукамına sen deкен. 10 minutта адам денсаулығын оңдап салдың. Сен сәді, шындай мақтап, жөніне бақ, миллион президентский фондыдан берді, бір этаж деп ремонт. Квартира. Андайын ұшы, национальный хирургия центр қылды, академик қылды, орден бірінші, үшінші степен берді. Депутат, академик болдым. И Ақаевтың 4-ші жылы геройлықты берді. Герой. Ошон үшін баяқы ішке қарата жақшылар ұмытсы болды. Менде азыр единственный наградан жоқ, Манас екінші жоқ. Қалғаны бүт бар. Анан, емса секретімі кітепкеде жаздым. Былтыр 10 операция. 10-ға шейін жасашым. 10 үшіне бәткен, о екі қолым момытып қалды. Тұрыш өлі. Өппедем, өнтем, болмайды. Анан тек балдарды аз еле қалған. Вы заканчивайте дедім. Мен аяғына шейін өзім жасы. Бір-бірін қарайды. Заканчивайте, анан отырдым. Тарап кетті. Анан бір жерге келіп, кішіне, ем бұл әлі қарылық қоды. Мен өзім түшіндім. Ем қарылығанын үстіне 10 операция, все время движение, аппаратмен. Ошондан деле болды го, деп о жерде отырып, енем тиги. 17-ні төрөгөнгүш. Постоянно есімде де, енем есіме кішіне өтіп, мындай отырып, өмне алып кетті. Қарылық қолы деп әлі отырып, көзіме көріне түсті. Ушу қолым амытып өтті. Ушу қолым ушул даражага сыйырматка 30 000 операция жасаган ушу колум эмес. Деп анан кайра колум ыраазы болуп, эс тарткандан баштап эсиме түшө баштады да. Баягы 7-6 классында уш кол топурак чаң айылда, жыл сарайда. Кыздар байкышты, анда баягы эмчек ишине чыгып келетселе таңып алчыды. Bir olarak, толығырақ қыз бар эле. Ош қыштың күні шөні көтеріп өріп өлі мен емшегіні қолымды жылытып отыр. Бақырып өкіп арыздан шымыз. Анамая кейін доцент жақшы болғанда шолдым бар айылда. Өзі чоңане тайыне болған қарып қалғандар. 6-7 очыраттап чықырат. Анан чықырып қалды шол. Чықырып отырғандар ошо бирөө кеп қылды. Ай, senin baldarın qanday, bizim baldarın tыңырақ шығып қалды десек, бұл емшекке Мамбет қолын жылытып ескен емшекті. Бірінші қошым. Ырым қылат екен бақыш, көрбейсің бі? Анама мұшташқан, анамынан бар есіме түсті. Анам оқу келгенде карточкабыз тартып кетеді, хулигандар. Мұштай көп мұшташқан. Мұшташқаннан күшті болшым. Ушунун бары отырып көзіме көріне түсті қолым. Ана жаңағы Күлжамал тез қағаз ручка деп 2 саат 60 страница жазып бердім. Осы кітеп болып шықты. Ой, мен көрген емін. Эм жаңағы оğlum Қанат. Умный бала, таланты бар. Ошол профессор, институт отличный будет, азыр директор ошол. 4 баласы var, ondan 4-5 nebere, 4-5 şöbere olup kaldı. Ondan oğlusu var, 57'de o, alda kancadır. Aman ele жүрөйлен ayın, seni pensiyaga çıkar, ona men ketem dep. Жубайыңыз менен кантип таанышып калгансыз? Ошону айтып өтсөңүз. Айтып атпайм бу. Уруштан 46-жылы келип окуп. Институтча курсагым, ушу институтка 3 жол курсагым тойгон эсимде. Эми ошо денсаулыктар ошол талкан менен кичине нам менен жашат. Ырыс тамак ичкен жокпуз. Анда эмненин аял алыш деген түшкөлө киришimiz. Ошо институт бүткүчө бир кыз дагы күйгө чык деген уккан жок. Бир бала да аял алган. Аны менен кайда жатат, эмне тамак, эчтеке жок, общий жатабыз. Бул мен кемпирим 1 айылдык болобуз. Анам бүтөргө калганда ал университетти бүтүп атат. Биздин айылдык. Экөөбүз айылдан кичинебизден кичине тааныш болчубуз.
Анан ушул жерге чоңоюп мен 5-нчи күн бүтүп аткан 1 жыл. Алда бүтүп атат. Ушул жерден эле 1 жылча сүйлөшүп жүрүп анан үйлөндүк да. Үйлөнүп бүгүн бүттүк, бүгүн үйлөндүк. Эчтекебиз жок, эмне той жок. Мунун агасы алышпайып деген известный, умный киши болчу. Москвадан парчкол бүтүп келди. Ошо киши правда известный статья жазып ошол 5-6 кишини чакырып үйүнөн свадьба кылып ошол киши узатты. Кийин кеткен анан парчколдун аспирантураны аялын кызын алып кетти. Ошол 2 комнат үйдү бизге таштап, үйдөн кыйналбай бизди спасать этти. Университет бүттү, университет отлично бүттү. Мээс окумушуна болчу. Анан мугалим эми ал экөөбүздүн көргөн кордукту айтпа. Жокчулук, кедейчилик. Бул бечара мага чыдады. Менин характерим да тяжелый болчу. Анан бу коронавирус деп сол 2 ай үйдө отуруп калбадым. Кемпирим 91-де бар. Карап алды эле баса албай калды. Ушул экөөбүз тиктешип отурат, сүйлөбөйт, эми тил укмуш болчу. Сүйлөбөйт азыр. Бай илгери эми киши жок. Мен тийишем, бай илгеркилерди баштайм, бир үн чыкпайт. Мунун память укмуш болчу. 5-6 жыл мурун жөн эле тийишчимин да. Бай илгерки мен жүргөн кыздар сүйлөшкөн. Эртеси эле билчү. Мен сурайм да ушу эсимен чыгып кетти, аты жөнү ким эле десем, унутуп калдым бу Эсимде жок. Число атынан числосын бери айтып берчи. Памяти күчтүү болчу. Анан бул жолу карап отуруп өзүм боорум ооруп, сүйлөбөйт. Арык. Ошо илгеркилердин баарын эсиме салып, ушунчалык боорум ооруп, жанында отуруп калдым да. Эмгеги укмуш байкушту. Эми балдары чоңойду кийин. Мугалим болду, академияда иштеди, анан ошол менен балдар менен көп жылдан үйгө отуруп калды. Агай, азыр айтып атпайсызбы? Эми 93-кө чыксам дагы күнүнө 3-4 операция жасайм депчи. Канчага чыксам деп ойлойсуз? Канча жашка чейин чыксам? Ой, адам жашка тойбойт. Мына мен 68 жыл иштедим. Добровольно өлөйүн деген кишини уга элекмин. Бу бизге 80-90 көзү көрбөйт, сүйлөйт, алжыган сийип келет. Бирок ичегиз түйүлүп, кан кызып, вынужденный операция. Эми ушу бечаралар, хотя бизде правило, өзү уруксат бербей жасабайбыз. Ошондой состояние менен хоть отказ кылат, жок, спасай, жардам бер деп турат. Ошон үчүн жан таттı. Ошон үчүн өлөйүн деген иш жок. Азыр менин балдарым үй бүлө, мени момундай багып атат. Айтып атпайм, бүт могу иштеген барлыгы институт бүткөндөн тартып 70-80-ге бүт менин балдарым. Азыр мени момундай эле багып турат. Эмне үчүн? Ошончолук мен жардам кылгам. Бу караганда азыр мен жаштарга айтып атпайм, эне атаңды унута көрбө. Карыган кишиге эмне керек? Эмнелерди көрбөдү. Жылуу чай, төшөгөн кийимин жакшы кылып койсоң эле андан башка эчтеке кереги жок сага. Деп акмак, азыр бизде акмактар көп. Эне атасын вообще сабап өлтүргөндөр бар. Бул жерге канчасы жүрөт. Операция болуп бирөө басып келбейт. Кесип звонить түрүбү деп. Ушундай сволочтор бар. Мен айдайм, запомни, рано или поздно карайсың. Кандай мамиле кылсаң, точно ошондой сенин балдарың сага көрсөтөт. Ал болот, ошондой болот. Анан эми мен баланчага чыгам деп кантип айтат? Айта албайт. Жаш өткөн сайын жакшы ой келбейт. Үлүбөй момент, үлүбөй кетип калганга мүмкүн. Андай эле жок. Мен азыр мындай болсо, мен дагы бир топ кишилердин өмүрүн сактап калам го деген. Болгон оптун балдарга күнүгө айтып берип атырам да. Ноябрда мен 76-да иним барлар өлдү. 17 төрөгөндө ошондо мен калдым 85-инде өлдү.
Atam 93'ünde öldü. İlgeri bak törey berişti, bari öyle bergen. Canibeklerimiz kalganda. Бұл emne korduqtu görmegen bak. Hazır enem, haça men özüm 93 çoğota tayda bolsam, bir gün enem esimden çıkan gün bolacak. Olbaydı. Bu korduqtu ki men doktor bolganda 83 yıl öldü. Yaxşı hareket kıldım, yaxşı hareket kılıp bak. Üy alıp berip, mal salıp, barın kışında eve kapıp gelip, sıravını aktar albay kaldım. Anan ki yazdır tiri olsa emne aldı. Bizde silerdile var. Atan tiri üstünde orongdap sorongdap bir tiyesin. Ölgönde hap dep kılavuz yok. Bu kuşların unutulbaydı. Aldığında muzey dokmuştu. Mınday muzey yok. Çist yok özüm. Bir kişiden bir kepek alıp görgen yok. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган бул музей Ашымов жана Бектуров деген профессорлордун демилгеси менен Мамакеевичтин 70 жылдыгына арналып ачылган экен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай жалпы ушул профессордун кол алдында эмгектенген доценттердин сүрөттөрү, ошондой эле анын сыйлыктары бүт ушул музейдин ичинде сакталган. Алардын бири мисалы өлкө президенти Сооронбай Шариповичтин куттуктоосу, учурунда Кыргыз Республикасынын президенти болгон Аскар Акаевичтин дагы куттуктоолору илинип турат. Азыркы алынган маалыматтарга караганда Акаев менен Мамбет Мамакеевичтин дагы деле мамилеси жылуу. Акаев кеткени, Бакиев Атамбаев oldu. Bu menен депутат болду. Мен 5 sözde депутат болдum ушулар менен. Мамилебиз жакшы эле болчу. Кийин бул Акаевдин кадры деп өкөтөң мени болуп чыгарган жок. Ой, Акаев мамиле. Акаев президент болуш Акаевди вообще тааныш эмесмин. Анан парламент сүйлөдүм. Ой, эмне жабыштырасың? Акаев кеминде мен көлдөн бул ток иш боюнча мамиле түзүп атат. Мен Акаевди уважаю. Ушундай умный адам деп окумушту. Ошон үчүн Бакиевдеги Атамбаевде мен сөз кылган жок. Могереки больница канча сурады. Менин атымды коюп берген. Бакиев жа дос бол секретарь эле администрация. Ал мындай мамиле берилет. Эмне кереги бар? Анысы деле бүт элдин баары эле Мамакеевдин клиника иштеп атпайбы? Деп ошентип коет. Бул больницаны айтса билбейт. Мамакеев десе моментально таап келет. Могу эшиктин алдындагы эстелик. Муну кайсы жыл турду? 90 жыл. Мен 90го чыкканда архитектор проектти правительство уруксат берип койдук да муну. Муну Екатеринбургтан бронзадан коюп келди. Тонна оор. Калганын мен өзүм жасаган. Азыркы жаштардын билими сизди канааттандырабы? Жок. Кыргызстандагы медицинанын абалы? Жок. Мен эми 40 жылча зап кафедра болбодум. Анан мен окуган убак. Мен убактагы аракет жанталашып. Азыркы сыравын көрсөң абсолютно башка. Менин түшүнүгүм боюнча курсагы ток бала, кийими бүтүн бала бул окубайт. Өзү чуркаш керек, аракет кылып. Мен бир киши түрткөн эмес. Тök өз аракетим. Мен ошон үчүн өрдөйм өзүмдү премьер кылам да. Буларга күн сайын, эй, ким элем, ким болдум. Ким элем, ким болдум. Унутпайм. Да нет деген сөздү билбей келип, азыр ким болдум деп. Адам асмандан даяр түшө алган жок. Герой болуп, академик болуп, бир бала болуп. Ошол эмгек менен. Анан кийин адам жеңбей турган эчтеке жок дейм. Адам аракет кылса, желме озбос жеңет. Мына мен да нет дегенди билбеген 100 сыйра окуп жатты, жеңдим. Жеңет. Адам кээде акмак болот, бирөө караса, мону кантип бул болбойт, таштап кетет жок. Андан эчтеке чыкпайт. Аракет керек. Агай, рахмат сизге. Бизге маек берип, убактыңызды бөлүп, сизге ден соолук каалайбыз. Кыргыз эл сиз менен сыймыктанат. Мынакей кыргыз элин дүйнөгө дөңгөрөтүп таанытып атасыз азыр дагычы. Рахмат.